Абайдың 27-ші қара сөзі. Сократ хакімнің сөзі. Бір күні Сократ хакім бір Аристодим деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәка ва тағала құлшылық қылмақ турасында айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй, Аристодим, ешбір адам бар ма? Сенің білуіңше қылған өнерлі себепті адам таңырқауға лайықты деді. Ол айтты, толып жатыр Хазірет. Бірінің атын аташы дейді. Гомерге бейбітшілігі себепті, Софклге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік, Зевске суретшілігі себепті таңырқаймын деп соған ұқсаған неше оннан басқа өнерлі әшкере болған жандарды айтты. Олай болса кім артықша ғайыптануға лайықты, жансыз, ақылсыз, құрып ішінде жасайтығын суретші ме? Я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты өздігінен кезгеліп солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп білініп тұрады, кейбірінің пайдасы анық білінбейді, соның қайсы хикмет көресің деді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылған хикмет десек керек деймін дейді. Жә, олай болса адамды жаратушы Хауаси Хамса Захир бергендей тахиқ ойлап бұлардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендік әшкере болып тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса дүниенің көкіректі нәрселерінің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзіктігінен керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден шыққаннан қаға берсін болу үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса не қаңғыр не дүңгір дауыс, жақын үн, күй, ән ешбірісін ләззаттанып хабар ала алмас едік. Мұрны ес білмесе дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп бізге керегі бар жоғы да, жеркенерлік жері де бар, тесіктерді бұл бастағыдағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп, істелгендігінен дәлел емес пе депті. Сонда Аристодим тақиқ ойлап тексергенде адамды жаратушы аты хикмет иесі екендігіне һәм махаббатымен жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда мен не ойлайсың? Хамма мақлұқ атты жас балаларымызды елжіретіп үйірілтіп тұрушы көргенде уа хамма мақлұқ атты өлімнен жек көріп тіршілікте көп қалмақшылығы тілеп ижтихат қылып көргенде өсіп өнудің қамын болудан басқа істі аз ойламақтары бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсінші үшін. Олардың бәрі жарақаттанғанда көңілдерін осылай шантықтырып қойғанда хамманың бәрі жақсы көрінгендігінен екенін білдірмей ме дейді. Ей Аристодим, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа ақыл жоқ деп ойлайсың деді. Адамның денесі өзінің жүрегін жердің бір битіндей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысындай емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де. Сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрудің өлшеуіне ақылдың жетпейтін келісті көріндігіне қам қандай лайықты, жарастықты законмен жаратылып, оның ешбірі бұзылмайтығының көресің. Бұлардың бәрінен таңғажап, қаласының хам ақылың жетпей, осылардың бәрі де кез келгендіктен бір нәрседен жаратылған ба, яки бұлардың есі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Бұл ақыл менен болмаса бұлайша бұл есебіне өлшеуіне ой жетпейтұғын дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып һәм бір-біріне себеппен байланыстырылып пенденің ақылына өлшеу бермейтұғын мықты көркем законге қаратылып жаратылды дейді. Ол айтты. Тахиқ бұл айтқанның бәрі рас, жаратушы артық ақыл иесі екендігіне мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ, бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болды дейді. Ей Аристодим, қайта айтасың? Мұқтаж болмағанда да біреуің сенің қамыңды жесе, сені оған қарыздар екеніңе де ұстаз керек пе деді. Аристодим айтты. Ол менің қамымды жейтұғын
Мен қайдан білем деді. Жә, олай болса, хама мақұлыққа да қара, өзіңе де қара, жанды бәрімізге де беріпті, жанның жарығын бәрімізде бірдей ұғарлық қылып беріп пе. Адам алдын артын осы күні үшеуінде тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын осы күннен де бұлдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып түктіріп дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты, һәм өзге хайуандарды қолданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бір аяғына сеніп жүр, бір өзгедей хайуанды қолданарлық лайығы жоқ. Адам өз-өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша даркарлық, бір-біріне ғалым үйретерлік шешендік, салахият ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шаһар жасап, құрал жасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғайыппен жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хикметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандарынан дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласынан артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанды да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма? Депті.